647 есебіміз. Біріншісі 5,69 және 1,606 сандарының қосындысы мен 1,29 санының айырмасы. Бұнда жақша мен және бен дегендер жақша алып жазушы едік. Бұнда 5,69 қосылған 1,606 азайтылған 1,29 тең. Қосатын болсақ жақшаның ішін 7,296-ға тең. Одан азайтайық 1,29 сан тең болады 6,606-ға. Келесі екіншісін шығарайық. 3,7 және 2,388 сандарының айырымы. Азайтайық 2,388 мен 0,176 санының қосындысы. Қосайық 0,176-ны тең 1,312 тең болады жақшанышы. Қосылған 0,176 нәтижесі тең болады 2,172. Келесі үшіншісін шығарайық. 8,159 және 2,131 сандарының қосындысы. Қосайық 2,131 сан айырымының үшіншісінде. Айырымының айырымы дейді. Қосындысы мен айырымның айырмасы. Дәл осыны енді азайтайық енді. 8,159 азайтылған 2,131 сан. Сонда қосатын болсақ 10,9 азайтатын болсақ 6,128. Сонда нәтижесі тең болады 4,162. Келесі төртіншісін шығарайық. 54,2 саны мен 28,17 жақша болады 28,17 және 5,1 сандарының айырымының айырымы азайту болады екен. Азайтылған 5,1 тең. Орындайық. 54,2 саны азайтылған жақшаның ішін азайтатын болсақ 23,699. Азайтсақ нәтижесі тең болады 30,303 сан. Келесі 648 есебіміз. Тігінен көлденең тұрған сандардың қосындысының мәні 5-ке тең болатындай шаршының бос өргөздерін толтырыңыздар дейді. Яғни тігінен де көлденең де қосқан кезде нәтижесі 5-ке тең болу керек екен. 2 сан белгілі. Үшінші санды табу үшін 5 саннан азайтамыз. 2,4 қосылған 0,17 тең 5-тен азайтамыз. Сонда 3,1-ді. Оның нәтижесі тең болады бізде 1,19-ға. Яғни мына өргөз 1,19-ға тең екен. Мына бір жер табу үшін 5-тен азайтайық. 3,12 қосылған 0,17-ні тең 5 азайтылған 3,19 болады. Оның нәтижесі 1,11-ге тең екен. Мына жеріміз 1,11-ге тең болады. Енді мына жерді табу үшін 5-тен азайтамыз. 0,15 қосылған 1,11 тең 5 азайтылған 1,16. Оның нәтижесі тең болады
3,4-ке. Яғни мына жеріміз 3,4-ке тең болады екен. Келесі тігінен де көлденең де деген болатын. Сонда 0,5-ке былай есептесек те болады екен ғой. 5-тен азайтайық, 0,5 қосылған 1,9-ды. Оның нәтижесі тең болады. Сонда 5-тен азайтамыз 2,4-ді, ол 2,6-ға тең болады екен. Яғни мына жеріміз 2,6-ға тең болады. Енді аралықты кез келген жерінен тапсақ та болады. Сонда 5-тен азайтамыз 3,4 қосылған 2,4 тең 5 азайтылған мына жерде қосындысы минус 5,8 болады да. Нәтижесі 0,8 болады, минус 0,8. Енді теріс сандар сіздер өтпегендіктен есеп дұрыс берілмеген сияқты.